Психология әлеміне қызығатын жандар Луиза Хейді жақсы таниды. Луиза Хей небәрі 6 айда қатерлі ісіктен жазылып, дәрігерлерді таң қалдырған. Луиза 1926 жылы Лос-Анджелеста дүниеге келген. Оның балалық шағы кедейлікпен жоқшылықта өткен. 5 жасар Луизаны көрші алқаш зорлап кеткен. Шешесі біреудің үйінде жалданып жұмыс істеген. Өгей әкесі болған. Луиза жастық шағын сәнгерлер үйінде өткізеді. Сол аралықта миллионердің көзіне түсіп, соған тұрмысқа шығады. Керемет дәулетті, тірлікті сезінеді, өмір сүреді. Арада 2 жыл өткенде ажырасады. Луиза қайтадан өзінің сән алаңына оралады. Бір күні Луиза психологиялық дәріс тыңдауға барады. Дәрісте бұрын өзі естімеген жан әлемі туралы ақпараттарды естиді. Содан ол толығымен арнайы психологиялық курстарды оқуға кірісті. Луиза сабақ барысында өзінің рухани жанын, ішкі дүниесін түсінеді. Сол аралықта өмір оны тағы ауыр сынақтармен қарсы алады. Дәрігерлер Луизаға қатерлі ісік дертін қояды. Шұғыл арада химиялық ем алу қажеттігін айтады. Луиза дәрігерлерден уақыт беруін сұрайды. Дәрігерлер 3 ай уақыт береді. Содан Луиза өзін-өзі тазалаумен айналысады. Шіркеуге жиі барады. Луиза қатерлі ісіктің пайда болу себебі ретінде өзінің әлі де біреулерге ренжулі екенін, кешірмегенін түсінеді. Ол жан тәнімен барлығын, тіпті 5 жасында өзіне зорлық көрсеткен көршісін де кешіріп, өткеннің барлығын өзінен аластатуға шешім қабылдайды. Керемет аффирмацияларды айтып, өзінің ішкі жан дүниесін тазалайды. 6 ай өткенде Луиза дәрігерлерге барып, қайта тексеруден өткенде барлық сараптаманың нәтижесі көріп аң-таң болады. Себебі Луиза қатерлі ісік дертінен құлан таза айыққан еді.